Шаршап ашуланғанда кей ересек сәбиін уата ұйықтата алмай қатты сілкілеп тербетуі, төсекке лақтырып жіберуі мүмкін. Бұның салдары не болмақ? Миы шайқалған нәресте синдромы дегенді оқыдым, түсіндіріп көрейін. Егер нәрестені дөрекі қимылмен кенеттен қозғаса, миына зақым келуі мүмкін. Әдетте бұл жағдай ересек адам шыдамдылығынан айырылып, қатты қозғалыспен нәрестені тыныштандыруға тырысқанда болады. Зақымдану үшін бірнеше секундтық өрескел қозғалыстар жеткілікті екен. 2 жас, көбіне 1 жасқа дейін абайлау керек. Бұл жаста мойын бұлшықеттері өте әлсіз. Қатты қозғалыста бала басын берік ұстай алмайды. Ал бастың өзі бала денесінен үлкен және ауыр. Мұндай жағдайда ми қатты қозғалып, бас сүйегіне соғылады. Бұл мидың ісінуіне, қан кетулерге және нәзік қан тамырлардың жарылуына байланысты гематомаларға, көздің торлы қабығының зақымдануына әкелуі мүмкін. Мидан басқа жұлын, бас сүйектері, омыртқа зақымдалуы, көру қабілетінің ішінара немесе толық жоғалуы, сөйлеу және есту қабілетінің бұзылуы, эпилепсия, мінез-құлық және қозғалыс бұзылыстары, оқудағы қиындықтар туындауы мүмкін дейді. Бала құрсақта анасының тыныс алуына, оның қозғалысына, жүруіне байланысты монотонды тербелмелі қозғалыстарға үйренеді. Сондықтан туғаннан кейінгі тербету сәбиді босаңсытады, тыныштандырады және тез ұйықтауға көмектеседі. Ересек адамның жылуы мен қамқорлығын өзінің қауіпсіз екенін сезінеді. Мұндай синдромның болуы және оның алдын алу шаралары туралы нәрестеге қамқорлық жасайтын және онымен жалғыз қалатын барлық ересектерге айту өте маңызды. Егер бала ұзақ уақыт жылап есіңізден айырылсаңыз, нәрестені бесікке немесе басқа қауіпсіз жерге ақырындап қойып, есікті жауып басқа бөлмеге барыңыз. Туысқаныңызға немесе басқа жақын адамыңызға қоңырау шалыңыз. Көмектесуін сұраңыз. Өзіңізге 10 минуттық үзіліс беріп, демалуға, душ қабылдауға, шай ішуге, музыка тыңдауға, баланың жылауына назар аудармауға тырысыңыз. Нәрестеге толық тынышталған соң ғана оралыңыз. Кез келген адам ұзақ жылаудан шаршап, жеткілікті ұйықтамауы, жындануы, ашулануы мүмкін екенін түсіну маңызды. Мұндай эмоциялар нашар ата-ана екеніңізді емес, демалуға мұқтаж екендігіңіздің белгісі.